Коллаген мен маска, оказывается, басқаша болады екен ғой достар. Мынаны ашып алайын деп отқан едім, былай ортасынан бөлініп кетті, қараңыз. Былай да ұстасаң қолға басқаша ұсталынады екен. Қазір енді осыны жасаймыз. Менің құрбым, тайландтық латқа құрбым, осыны 30 күн бойы қолданды. Сондай бір практика жасады бетіне. Яғни 30 жастан асқанда, әсіресе 25-тен асқанда уже біздің организміміз өсуін тоқтатқан кезде біздің бетіміздегі коллаген уже азая бастайды екен да. Мынау бір тамақ сияқты ше. Қолға әсері. Сол біздің бетіміздегі коллаген азаяды екен. Оны егер дұрыс қорғамасаң, күннен әсіресе қорғамасаң, онда бетіңдегі коллаген азаяды. Ол деген сөз бетіңнің порасы үлкейеді өзімен өзі. Бетің шерсе жақсаң да жақпасаң да, имеется в виду жақсаң да жақпасаң да бетіңе. Бетіңе кремдер жағып жүрсең де бетіңнің жаңағы құрылысы бұзылады, егер сен күннен қорғамасаң. Енді мен қазір 32-демін, яғни күнделікті күтім қажет. Одан кейін жақсы тамақтану керек. Кәдімгі коллагенді жеу керек біз. Сатып алып жейтін коллагенді айтып жатқан жоқпын. Кәдімгі еттен алатын коллаген, сіңірлерден, кәдімгі тамақты жақсылап жесеңіздер, еттің сорпасын қайнатып та, сол натуральный коллаген. Егер өйтіп тамақтанбасаңыз, етті жақсы көрмесеңіз мысалға да, сіз онда коллаген алып жесеңіз болады. Бірақ обязательно составына қараңыздар. Және де мен қазір 30 күн бойы істеймін деп айта алмаймын мына масканы. 30 күн подряд жасай бергеннен гөрі 2-3 күнде бір аптасына 2 рет осындай маска жасап тұрғанда жақсы. Яғни бетіңде уже тарап баратқан коллагенді мынау жабыстырасың да бетіңе. Жарты сағат жүресің. Бұны алып тастағаннан кейін сүртіп, үстінен крем жағып, оны қатырасың. Ой, түрім ужас болып қалды ма? Сол, жалпы бет күтімі жайлы айтатын нәрсе көп, достар. Жақында клиникаға да барып дегенді білесіздер, иә? Және де Кореяда өмір сүріп жатқанды білесіздер. Бұл жақтағы кәріс қыздары коллаген ішеді ме, ішпейді ме, барлығы клиникаға барады ма, бармайды ма? Оның бәрі сіздерге қызық шығар. Сол туралы да мен стористе айтып отыратын боламын, тіркеліп кетіңіздер.